Осы жерден 38 машинаны арғы бетке өткізген. 20 минуттың ішінде мына жерде құйын жаңбырдан үлкен сел су келіп, мына долана ағаштардың бәрін әкеп, мына жаңағы блоктарға әкеп тақап, үсті толып сонымен ағызып жіберген. Сол 38 машинаны шығару үшін біз өзіміз уақытша көпір жасап, 38 машинаның барлығын шығарып алдық. Ол бетте елді мекен жоқ көпір болатын, заңсыз тек қана демалушылар барған, оны мына демалыс аймақтарының өздері ұйымдастырған осындай. Бұл жерде көпір болмау керек. Осындай жағдайлар қайталанбасын деп, біз мына уақытша мына жасалған заңсыз көпірді алып тастадық. Одан кейін бүгінде мынау порталдарға шығып жатыр, телеграм порталдарға. Бір Дагестанда судың жағасында жүрген бульдозерді судың ішінде жүрген Төле би ауданында. Бізде ондай жағдай болған жоқ. Бізде мына екісі үші күні кеше осы Ақмешітте 4 үйдің подвальный дейді ғой, жер асты подвальный су басты, оны тазаладық. Ең басты бізде мына Майбұлақ деген ауылымызда көпірдің шет-шетін су алды, шет-шетін бұзды, оны біз жақын арада жөндеу жұмыстарын жүргізетін боламыз. Мына заңсыз шарбақтар, мына судың етегінде қалып кеткен азаматтар қатты сел болғанда ана шарбақтан шыға алмай қалуы мүмкін. Біріншіден, екіншіден, су кодексіне сәйкес мынандай су қорларына ашық болу керек, доступ болу керек. Оның барлығын мынау жауып алған қаншама зона отдыхалар. Судың ар жақтан төбеден келетін ағысын жолдарын бәрін жауып тастаған. Осыған байланысты біз енді қайтадан сотқа береміз, Түркістан облыстық азаматтық сотына осының бәрін береміз. Жолды да мына соққан қорғандардың барлығын беретін боламыз. Мына жоғары жақтан су келген, жоғары жақтан. Мына жолдың ортасында мына үлкен су ағатын үлкен арналар бар. Сол арналар мынау забордың алдынан мына жерден өтіп ары қарап Ақмешіттің өзеніне құю керек тұғын. Ана жерде қазір сізге көрсетем, өте арнаны кішірейтіп тастаған, жоғары жақта да кішірейтіп тастаған. Үлкен мөлшерде су келген екен, сол арнаға сыймай мына көшенің барлығын су басып кетті. Мұның ар жағында не бар сонда? Бұның ар жағында біз көрген жаңа Ақмешіт өзеніне ағып кету керек. Бұның ар жағында зона отдыха, демалыс аймағы. Сол демалыс аймағының ортасынан арғырап кету керек тұғын. Бірақ мына жауып тастағаннан кейін осындай жағдай. Мынау забор керек емес, сіздер қызылсыздықта тұрсыздар. Жолдың осынан 7 метр болу керек несі. Мынау қызылсыздықта тұрсыздар. Сондықтан бұл бұзылу керек, міндетті түрде. Енді бұны бұзып. Забор сонда заңсыз тұр ғой? Бұл забор заңсыз. Алып тастайсыздар ғой сіздер, иә? Біз егер забор действительно заңсыз тұрса, действительно заңмен келіп қараймыз. Егер заңсыз тұратын болса, біз алып тастап, решетка қоямыз. Сіздің мына заборыңыздан су асалмағандықтан қаншама адам екі шетте қалып қойды кешегі жағдайда. Ертең тағы да табиғат тосын мінез көрсететін болса, дәл сол жағдай қайталанады. Дұрыс айтасыз, иә? Кім кінәлі, әкім кінәлі. Енді біз обоюдно келісім жасап отырмыз. Мен ойлаймын, келісімге келеміз.